Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының ұжымы және оқырмандары Ақтөбеде өткен байқауда жүлдегер атанды. Саусақ ұшындағы инклюзия атты республикалық байқауда топ жарып, олжалы оралған тараздықтарды Жамбыл облыстық әкімдігінің мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы Ерлан Жүніспай қабылдап, алғыс хат табыс етті. Республикалық байқауда бір емес бірнеше номинация бойынша жүлдегер атану облыстың абыройы деуге болады. Біздің еңбектеріміз өз нәтижесін берді, өз жемісін берді, және де республикаға атымыз шыққанына емес, бірінші болып сол марапат алып қуанып, ерекше екен марапат алған, елге белгілі болған. Мен ойлайтынмын бұрын, көрмегеннен кейін ешкім ойламайды да, қарамайды да, сөйтсем жоқ, олай емес. Барлығы өзінің еңбегіне байланысты. Дәл қазір соған көзім жетіп отыр. Қолымдағы марапат пен гүл соған дәлел. Кітапхана ұжымы бұл байқауға биыл 3-ші рет қатысқан. Алғаш рет 2021 жылы тактильді кітап байқауында 3-ші орын алса, былтыр 2-ші орынды еншілеген, ал биыл бас жүлде иеленді. Бүгін Ерлан Нұрманұлының қабылдауында болып ерекше толқыныста тұрмын. Осындай еңбегімізді елеп ескеріп құттықтап жатқанына өте қуаныштымыз. Осындай жобаларымыз көп болсын, байқауларымыз көп болсын. Ауданымыздың, облыстың аты биік белестерге жете берсін.